Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өте дәмді жұмсақ булочканың рецептімен бөлісемін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видео ашылатын болады. Алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Тұз саламыз. Ашытқымызды саламыз. Енді кішкене араластырып аламыз. Үстіне кішкене ертілген сары майымызды саламыз. Енді 4 ас қасықтай қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып, үстінен 2 дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамыз езілгенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді аз-аздан ұнымызды қосып отырып, қамырымызды жұмсақ қылып илейтін боламыз. Толық рецебі описанияда қалдырып кететін боламын, сол жерден қарап аласыздар. Қамырымызды жақсылап жұмсақ қылып илейміз. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз сіңгенше жақсылап илеп аламыз. Пленкамен бетін жауып, жылы жерге ашығанша, көтерілгенше қойып қоямыз. Менде ашыды, міне. Енді салфанымызды алып тастап, қамырымыздың үстін кішкене басып, қолымызды майлап алып, кішкене мөлшерден бөліп аламыз. Жайғанға ыңғайлы болу үшін осылай жинақтап, шеңбер тәрізді ғып, дөңгелектеп аламыз да, шетінен осылай кішкене көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымызды илеп болдық, дөңгелетіп.
Енді бетін сүлгімен жауып қоямыз. Көтерілгенше біз қойытылған сүтімізді ашып дайындап аламыз. Кесеге салып аламын, ыңғайлы болады сонда. Дайын болды. Енді қамырымызды жаямыз. Дәл видеодағындай жайсаңыздар болғаны. Қамырымыз дайын болды. Енді пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Сосын мына жеріне осылай сгущенкамызды салып, қойылтылған сүтімізді салып, орайтын боламыз. Сөйтіп жинақтап, ішке қайырып ораймыз. Осындай форма жасалынады. Енді шетінен ыдысымызға салып отырамыз. Дайын болды біреусі. Барлығын осылай жасап шығамыз. Тағы бірнешеуін көрсетемін сіздерге. Пышақпен кесеміз. Арасына сгущенка қойытылған сүтімізді салып ораймыз. Осымен біздің барлық булочкаларымыз дайын болды. Енді бетін жауып, орамалмен көтергенше қойып қоямыз. Нанымыз көтерілгенше бір жұмыртқамызды жарып, ақ уыз мен сары уызын бөліп аламыз. Сары уызымызға 2 ас қасықтай сүт қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді барлығын бетіне кисточканың көмегімен жұмыртқамызды жағып шығамыз. Жағып болдық. Енді бетіне күнжіт сеуіп шығамыз.
міне осындай болып шықты. Енді пешімізде 180 градуста піскенше пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты пеште. Қараңыздар, қандай жұмсақ. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Міне жұмсақ, өте дәмді, керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Баршаңызға ас болсын. Өте дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.